Біздің жас суретшіміз София Цхай Назарбаев зияткерлік мектебінен келіп отыр, және оның жетекшісі өнер пәнінің мұғалімі Мархаба Дәурежановна. Қош келдіңіздер. Добро пожаловать. Көңіл күйлеріңіз қалай? Саламатсыздар ма? Здравствуйте. Көңіл күйлеріңіз қалай жеттіңіздер? Жақсы жеттік. Көңіл күйіміз тамаша. Сіздермен кездескенімізге қуаныштымыз. Келгендеріңізге көп рахмет. Жалпы көрермендерге түсінікті болу үшін мен жалпы қандай іс-шара болды барлығын айтып өтейін. 2024 жылдың 28-29 қазан аралығында Шымкент қаласында Назарбаев зияткерлік мектебінде A Million Dreams желілік арт фестивалі өткен болатын. Сол Назарбаев зияткерлік мектептің жас суретшісі 10-шы Е сынып оқушысы София кескіндеме бағыты бойынша хрустальная палитра номинациясына ие болған болатын. София, құттықтаймыз. Жалпы София Лев Толстойдың Анна Каренина романынан үзіндіні суреттеген болатын. Сайыс барысында жұмыстардың көркемдік идеясы, жаңашылдығы, техникалық орындау сапасы мен тақырыпқа сәйкес суреттелуі бағаланды. Керемет. Жалпы Мархаба ханым, өзіңізге сұрақты қойсам, осы өнер пәнінің мұғалімісіз, қанша жылдық еңбек өтілі бар, қанша жылдан бастап осы өнер пәнінен сабақ беріп келе жатсыз? Жалпы балалар қызыға ма суретке? Сол жайында толық айтып берсеңіз. Мен Назарбаев зияткерлік мектебінде биыл 10 жыл болады. Ашылғаннан бері жұмыс істеп келемін. Өнер пәнінің және графика жобалау пәнінен сабақ беремін. Еңбек өтілім 20 жылдай. Енді біздің мектепте Қостанай қаласындағы физика-математикалық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің оқушылары тек қана академиялық пәндерді ғана емес, өнер, одан кейін әрине де мектебімізде түрлі үйірмелер бар. Олар жан-жақты дамыған, жан-жақты талантты балалар, соларды тәрбиелеп оқытып жатырмыз. Ал өнерге жалпы балалардың қызығушылығы қалай? Талантты балалар көп пе? Иә, талантты балалар көп. Соның ішінде міне жас суретшіміз София. Әр сыныпта талантты балалар көбі креативті ойлау жағынан, жан-жақты сол өздерінің идеяларын білдіре алатын балалар біздің суреттеп, визуализация алады. Енді біздің жас суретшімізге сұрақ қойсам, жалпы София сурет өнерін неше жастан бастап сурет саласын, қалай қызығушылығың артты? Ну, я начала рисовать где-то с 3 класса, с 10 лет. В первую очередь, благодаря, наверное, моей учительнице по искусству, которая поощряла всех талантливых детей, поощряла наши идеи. И, наверное, также благодаря моей семье, потому что моя мама, она всегда меня поддерживала в моих начинаниях. Моя тетя, она тоже очень мне помогала в моих учениях, в том, как я в моем пути к творчеству. А вот про этот конкурс расскажи подробнее вообще, как шла подготовка, что нужно было сделать, чтобы участвовать? В первую очередь для арт-фестиваля отбирались 2 учеников со школы. Один из учеников ехал по направлению графика, другой из учеников ехал по направлению живописи. Как раз таки я была по направлению живописи. Нам нужно было принести с собой все материалы. Единственное, нам предоставлялся мольберт и бумага по приезду. И далее мы за 4 часа должны были нарисовать на А3 картину к произведению, передать идею, необходимую цветовую гамму. Темой конкурса как раз-таки был жесткотап, то есть нужно было выбрать книгу и уже к книге нарисовать, передать всю ее идею. А почему именно эту книгу ты выбрала? На самом деле, жесткотап, там очень много было интересных произведений, и я долго сомневалась, но в итоге я решила взять Анну Каренину, поскольку мне хотелось передать вот эту эпоху, когда девушки ходили в красивых нарядных бальных платьях, ну и, конечно же, само произведение имеет такой глубокий смысл, моральный разлад и очень актуальные темы в самом произведении. Мархаба ханым, жалпы сурет салам деген балада қандай қасиеттер болу керек, неден бастау керек деп ойлайсыз мұғалім ретінде? Сурет салам деген баланы біз әрқашан қолдаудамыз. Ол бала
талантты, мысалға талантты болып келмейді бізге кейбір балалар. Біз енді арасынан көріп, талантын шыңдап, бірге жұмыс істеп, қосымша жұмыс істейміз, үйірмелерге қатыстырамыз. Ал енді біздің балалардың барлығы, олар өнер пәнінде мысалға топтық, жұптық жұмыстарда жұмыс жасайды. Әр бала өз идеясын іске асырады. Оны түрлі креативті тәсілдер арқылы сол бірлесіп жұмыс жасап, көптеген жақсы жобалар жасап жатыр біздің оқушылар. Олар мысалы көбі түрлі конкурстарда, республикалық, халықаралық конкурстарда және де осы желілік сайыстарда да жақсы орындарға ие болып, көпшілікке танылып жатырмыз. Керемет. Ал сіздің сабағыңыз жалпы қалай өтеді? Жаңа топтарға бөліп тастап, өзіңіз тапсырма бересіз ғой, сонда? Иә, бізде жобалық тапсырмалар көбінесе жобаны орындайды. 7-ші сыныптан 10-ші сыныпқа дейін өнер пәні өтеді осы аралықта. Балалар әрине ең бастапқы зерттеумен айналысады. Біздің ең бастапқы сол тақырыпты ашу, зерттеп шығу. Бала сол зерттеу арқылы өзіне нақты бір дәйекті ақпаратты сіңіреді, біледі, техникаларды түрлі зерттейді. Содан кейін әрине де оқушы өз идеясын осы зерттеу негізінде өз идеясын ойластырады. Не жасаймын, қалай жасаймын, немен жасаймын деген сұрақтарға жауап береді. Жоспарлайды, біз оларды тайм-менеджментқа үйретеміз, жоспар құруға үйретеміз. Бұның барлығы әрине функционалды, ертең үлкейген кезінде қажет болатын дағдылар болып табылады. Соның барлығын топта, жұпта құрастыра отыра, олар қолмен жасап практикалық жұмысты орындап шығады. Кейін практикалық жұмыс әрине таныстырылым жасайды. Таныстырып, сынып алдында барлық жобалар бағаланады. Тек қана мұғаліммен емес, сыныптастарымен, басқа оқушылармен, сол көрермен ретінде бір-бірін сынап, бағалап, сосын толық 90-дық баға шығарылады. Міне осындай біздің кезеңдеріміз сабақ барысындағы. Вот как раз-таки в продолжении этого, София, вот за все то время, что ты увлекаешься изобразительным искусством, что тебе это дало, чему научила? Ну, наверное, это в первую очередь научило меня мыслить более глубоко, поскольку бездушные картины, они не являются настоящим творчеством. Настоящее творчество – это когда ты передаешь всю технику, свое мастерство и передаешь весь смысл в произведение, смысл какой-то своей идеи именно в картину. Поэтому я научилась анализировать гораздо лучше, чем когда-либо. Я научилась анализировать различные свои идеи, которые появляются у меня в голове, комбинировать разные примеры. И также творчество, в общем, любое творчество, оно развивает насмотренность. То есть ты замечаешь малейшие детали и придаешь им смысл. А вот правда говорят то, что когда художник садится писать картину, очень важно, чтобы у него был вот этот вот момент вдохновения, чтобы ее написать? Да, если ты собираешься написать какую-то полноценную работу или даже эскиз к этой работе, у тебя должна быть в голове эта идея, у тебя должно быть желание ее изобразить. Не просто, не всегда получается в любой момент сесть и нарисовать что-то масштабное и действительно стоящее. Иногда нужно вот подождать вот этой волны вдохновения, которая придет к тебе и как бы унесет тебя к твоей идее, к твоему творчеству. Ал сурет салуға идеяны, шабытты, мотивация дейміз ғой, оны қайдан аласың? Ну, насчет написания картин, в первую очередь, в некоторых вещах все-таки важна не только мотивация, а дисциплина, поскольку именно большие произведения, да, ты можешь написать под потоком вдохновения, а мастерство и технику ты развиваешь только с постоянной дисциплиной, с постоянными тренировками своих навыков. И идеи берутся зачастую просто... Ты видишь какую-то ситуацию на улице, и идея может прийти к тебе в голову. Ты видишь какое-то красивое природное явление, может, ты увидел красивого человека, который тоже тебя вдохновил на какую-то картину новую. А вот в каких направлениях вообще чаще всего рисуешь? Мое основное направление, пожалуй, это портрет, вообще картины с людьми.
Однако также у меня был момент, когда на холстах именно я изображала только пейзажи. Недавно я начала также увлекаться анималистикой, рисовать животных. Ну и, в принципе, любые жанры мне интересны. Хочется попробовать все, отхватить все вот эти направления. Что насчет техник, то, пожалуй, раньше я боялась браться за такие серьезные техники, как масло, акрил или пастель. Сейчас это дается гораздо легче. Я могу нарисовать на больших размерах. Ну, как раз-таки с практикой приходит вот это умение. Ты можешь на больших размерах нарисовать что-то в сложных таких техниках, как масло, к примеру. О чем мечтает юный начинающий художник? Ну, творчество уже является неотъемлемой частью моей жизни. Я без него свою жизнь не представляю. И, в принципе, сейчас у меня есть возможность, благодаря моей школе, благодаря моей семье, у меня есть возможность показать мои картины и все мое творчество. Поэтому мои будущие мечты скорее связаны с моей профессией в будущем. Конечно, я осознаю, что в творчестве я уже добилась хороших техник, хороших каких-то таких умений, и я могу их дальше развивать. Но это остается для меня хобби, и я хотела бы, вот на протяжении всей жизни я планирую пронести это хобби с собой. А вот говоря о профессии, какие планы вообще? Насчет профессии, конечно, планы большие всегда, для них нужно много трудиться, и я планирую идти в научное направление, биологические науки. Мне вообще очень интересный предмет биология, химия, вот такие вот предметы, математика тоже является для меня таким интересным направлением. И, в принципе, кстати говоря, насчет предметов, из них тоже иногда черпается вдохновение для картин. Когда смотришь на какие-то биологические объекты, тоже многие люди, они черпают оттуда вдохновение. Мархаба ханым, осы жерде сұрақ. Жалпы мысалы сіз балаларға тапсырма бересіз, жаңағы олар тапсырманы орындап сізге міне сурет деп алып келеді. Сол кезде сіз қандай маңызды жаңағы бағыттарына, мүмкін бір өзіндік жаңағы сурет қалай салынып шықты, қандай маңызды аспектілерге мән бересіз? Әрине де, егер тапсырма мысалға жоба басталған кезде, идеяны құру кезінде оқушылар бірінші эскиз жасайды, нобай. Нобайдың өте үлкен мүмкіндік береді, нобай салу. Ол әрине де идеяны ойлап табу, идеяны жан-жақты қарау, идея қандай болады, қандай функционалды оның бағыттары бар, соның барлығын қарастырады. Оқушы және де әрине эскиз кезінде оны дұрыстауға да оңай, мысалға, егер де ұнамаса, немесе бір қосымшаларды қосуға болады. Эскиз кезінде барлық сол қажетті детальдарды істеп аламыз. Содан кейін ғана эскиз міне дайын болды, иә, маған да ұнады, сізге де ұнады, және де көпшілікке ұнағаннан кейін, өзінің идеяларын іске асырғаннан кейін біз жаңадан дейді ғой, чистовик, соған жұмысты орындаймыз. Жаңа параққа дейік, жаңадан құрып бастаймыз. Әрине, балаға әрқашан мұғалім ретінде біз қолдау көрсетудеміз. Не жасаса да, қалай жасаса да, біз әрине де оң баға беруге тырысамыз. Оған критикалық емес, жаңағы дос ретінде, оған көмек көрсету ретінде өзіміздің жаңағы ұсыныстарымызды айтып, сол ұсыныстарды қарастыра отыра, оқушы өз жұмыстарын мысалға қайта қарап, немесе оған қосымшалар қоса алады. Әрине де біз сол дос ретінде, көмекші ретінде қолдау көрсетеміз. Өйткені не жасаса да, не істесе де, ол оның идеясы, оған ол ұзақ ойланды, қарастырды, зерттеді ол мәселені. Сондықтан да бағалы, біз үшін оның барлығы бағалы деп санаймыз. Сабақ кезінде қандай суретке қатысты құралдарды қолданасыздар? Жаңағы барлық жағдай жасалған ба мектепте? Әрине, оқушылардың қазіргі кезде жан-жақты мектеп қолдап отыр. Мысалы, 10 сыныпта егерде оқушылар өздерінің эскиздері бойынша, бізде ол жерде сән тақырыбы бар, сән бөлімі.
өздерінің жаңағы идеяларын тігіп тоқимыз десе, бізде станоктар да бар, бізде техникалық жабдықтары өте жақсы деп санаймын. Өйткені тігін машиналары бар. Балалар сол өздерінің идеяларын дамытып, мысалы шопер тіге алады, тақиялар тігеміз, біз түрлі алжапқыштар тігеміз. Тоқу кезінде де тоқи алады, мысалы станоктар бар. Сол жан-жақты енді қамтылған деп ойлаймын. Техникалық жағынан да, материалды жағынан да балаларға енді мүмкіншілік өте көп біздің мектепте. Керемет. София, сурет саласынан мүмкін бір кумирің бар шығар, біреудің суреті бір қатты ерекше ұнайтын шығар. Ну, у каждого жанра есть свои особенности, и если так посмотреть, то важно понимать не только сам жанр, но и технику прежде всего, потому что без нужной техники, если ты ее не наработаешь, то ты как бы не сможешь передать уже все вот эти объемы, свет и тень и необходимую палитру. Поэтому, пожалуй, я могу посоветовать тем, кто хотят начать рисовать, им необходимо прежде всего начать с таких легких материалов. Прежде всего эскизирование, им нужно развить именно эскизы, насмотренность. Можно рисовать близкого человека, который буквально пример перед тобой стоит. Можно нарисовать какие-то предметы, бытовые, кружки, какие-то столовые приборы тоже можно рисовать. И затем можно переходить на более такие сложные техники, акварель, гуашь. Вот это самые частые, самые доступные предметы, которые можно использовать в рисовании. Қандай суреттің өзіңе қатты ұнайды? Мүмкін ішінде бір бар шығар. Ну, для меня в первую очередь сложно. Раньше для меня было сложно рисовать на таких больших форматах. И вообще некоторые мои работы, пока я пыталась найти свой стиль, пока я пыталась прочувствовать этот цвет, как лучше изображать свет и тень, некоторые мои работы выходили немного такими темными. У них был слишком темный фон, потому что я не знала, как правильно работать вот с черными цветами. Я самоучка, и поэтому, прежде всего, через практику я понимала все вот эти аспекты, все особенности. Ну и, конечно, сейчас я очень горжусь тем, что мои работы уже на более таких огромных, больших форматах, А1, иногда даже больше, на холстах, маслом, я очень ими горжусь. Мысалы, қосуға болады ма? София осы жолы Шыңғыс Айтматовтың «Плаха» романына да бір форматта үлкен жұмыс жасаған болатын. Ол жұмысты біз конкурсқа апарамыз деп те шештік. Егер де мысалға жұмыстарыңызда келіңіздер десе, шығармашылық жұмыстарыңызда келіңіздер десе, сол жұмыс дайындалған болатын. Әрине, София гуаш техникасында, қазір акварель техникасында өте жақсы, графикасы өте жақсы. Қазіргі кезде мысалға біздің мектепте конкурстар болып жатыр, ол жерде де Софияның жұмысын тамашалауға болады. А вот когда долго к чему-то готовишься, да, к каким-то выставкам, арт-фестивалям, конкурсам, и потом получаешь заветное, там, допустим, почетное какое-то призовое место, диплом. Какие чувства испытываешь? Конечно же, радость и такое чувство завершенного финала, поскольку ты вот это предвкушение, оно играло в тебе весь этот путь до твоего заветного места. Ты очень сильно старался, и художники, они зачастую очень терпеливые в том плане, что нужно сидеть, и вот эту картину нужно ее выводить, добавлять какие-то детали, при этом нужно успевать во времени, и иногда из-за этого ты очень нервничаешь, потому что сможешь ли ты в этот раз передать необходимый объем, сможешь ли ты в этот раз выбрать нужную композицию и постановку. И когда ты наконец-то твой труд он получает заслуженное такое признание в виде какой-то номинации или грамоты, естественно, ты чувствуешь радость и гордость даже некоторую, поскольку ты смог. Многие люди, они бросают где-то на половине пути, потому что у них вначале не получается, но вот ты вот этого добился, и ты смог дойти до какой-то точки, перейти какую-то ступень. 44 мектеп болған болатын, арт-фестивальда, 44 оқушы қатысты, арт-фестивальда кескіндеме және де графика жанры бойынша, және де соның арасында, әрине де біздің мектеп, осы мектептердің арасында жаңа хрустальная палитра номинациясына ие болып отыр. Ол жерде 14 номинация ғана болған болатын, енді соның ішінде іріктеліп алынған Софияның да суреті. Барлық мектептің мақтанышы София. Біз өте қуаныштымыз, бірге жұмыс істеп,
осындай нәтижелерге ие болып жатқанымызға. Ал осы бізде де болып жатыр ғой неше түрлі жаңа конкурстар. Оның жас толқын деген конкурсты естіген боларсыздар. Оған осы мектептен қатысып көрген балалар бар ма? Иә, кезінде Байымбаева Мадина, менің оқушым, ол бала қатысқан болатын. Біз номинация портрет номинациясында жүлделі орынға, екінші орынға ие болдық. Біздің оқушылар қатысып тұрады облыстық конкурстарға, дарын ұсынған конкурстарға қатысып тұрамыз. Және де ол жерде тәжірибеміз де, нәтижелеріміз де бар. Керемет. София, жас толқын деген сайысты естіп көріп пең жаңа. Осыған дейінгі алған жетістіктерің бар ма осы суреттен? Ну, очень часто учителя предлагают своим ученикам в нашей школе поучаствовать в каких-то международных конкурсах областных. Иногда даже внутри школы, библиотека, к примеру, вот проводит у нас конкурс нужно нарисовать обложку для книги. И поэтому ученики, они часто могут где-то в этом участвовать. Вот я тоже стараюсь быть такой активной в этом плане, поскольку у меня много готовых работ, которые, возможно, где-то не были показаны обществу, возможно, где-то не были выставлены на широкую публику, и их можно где-то продвинуть, показать другим людям. Поэтому, да, когда мне предлагают поучаствовать в каком-то международном конкурсе, то, да, я стараюсь принять там участие. К примеру, когда я только пришла в школу, еще никто не знал, что я рисую. И где-то в 7-8 классе я заняла первое место на международном конкурсе. Если я не ошибаюсь, он назывался «Осенняя палитра». Нужно было нарисовать именно осенний пейзаж. У меня была готовая работа, мы ее отправили, и у меня было первое призовое место. Жарайсың, өте керемет. Осындай жетістіктерің көп бола берсін деймін. Енді біздің уақытымыз да тығыз болып бара жатыр. Сіздерден біздің көрермендерімізге мүмкін қазір сіздерді қарап отқан жас суретшілер бар шығар. Мүмкін жаңағы мен сурет салғым келеді деген сияқты біреуге ұқсатып, сондай мүмкін армандары бар шығар. Сол біздің көрермендерімізге ізгі тілектеріңіз немесе бір ұсыныстарыңыз болса, мына екінші камера сіздерге арналады. Баста. Ну, хотелось бы прежде всего сказать, что если вы хотите начать заниматься творчеством, то это не проблема. В наше время у людей есть все доступные материалы, и вы можете себя попробовать, никто вам это не запрещает. И самое главное, это ваше желание и стремление. Если вам нравится этим заниматься, даже если вначале не получается, все равно продолжайте. Самое главное, это то, что вы чувствуете, передать то, что вам нравится, и ваше такое дело, которое отзывается в вашей душе. Енді мен жас таланттарға тілегім, өздеріңіздің шығармашылық потенциалдарыңызды арттыруға тырысыңыздар, жан-жақты болыңыздар, креативті ойлаңыздар, және де нәтиже ғана емес ең бастысы. Әрине де ол өздеріңіздің сол өнермен шұғылдануыңыз сіздерге бір жаңағы көңілдеріңізге әсер етуі мүмкін, сондықтан да шабыттандыруы мүмкін. Соның барлығы енді нәтижеге ғана жұмыс істемей, сол өзіңіздің көңіліңіз, өздеріңіздің сол ішкі дүниеңіз үшінде жұмыс істеуге болады деп ойлаймын. Жаңа сіз бір ұсынысым бар деп хабарландыру. Қостанай қаласындағы физика-математикалық бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі үміткерлердің біздің мектепке түсем деген өркен грантына, білім грантына ие болам деген оқушыларды 8-ші қаңтар мен 11-ші ақпан аралығында құжаттарыңызды күтеміз. Біздің комиссиямыз, құжаттарды қабылдау комиссиясы жұмыс істеуде. Ал 18-ші желтоқсанға дейін сіздер vs.nas.edu.kz сайтында виртуалды мектепке де тіркеле аласыздар. Виртуалды мектепке тіркеліп, өздеріңіздің біздің мектепке түсуге мүмкіндіктеріңізді арттыруға болады. Барлықтарыңызға сәттілік. Көп рахмет. Бүгін алтын уақыттарыңызды келіп,
бізге сұхбат бергендеріңізге. София, осындай жетістіктерің көп бола берсін. Мархаба ханым, сіздің де осындай білімді, дарынды, талантты шәкірттеріңіз көп болсын дейміз. Тек қана алға қойған жоспарларыңызға сүрінбей жете беріңіздер дегіміз келеді. Да, спасибо вам большое, что уделили время, пришли к нам. Побольше вам успехов, вдохновения. Пусть таких наград будет еще больше. Көп рахмет.